Мен бүгін қатты қуанып тұрмын. Тубрай, мен көптен бері армандап жүрген, өзімнің бір қалап жүрген нәрсеме жеттім бүгін. Ол не десеңіздер, мен дәл осындай бокс шығардым. Қараңыздар. Міне. Дәл осындай бокс. Бұл бокстың ішінде не бар, мен сіздерге қазір ашып көрсетемін. Міне осындай әдемі эстетичный қылып шығардым да, қазір сіздерге ашып көрсететін боламын. Ішінде не бар? Ішінде мен армандаған заттар бар. Қараңыздар. Дайынсыздар ма? Ішінде армандар картасы бар. Міне қараңыздар. Осындай әдемі армандар картасын жасадым. Бұл менің инстаграм парақшам. Міне Әмір Камшат. Мына жерде бұл менің өзімнің именной армандар картам. Менің қанша күннен бері армандап жүрген Алла тағала, мен сіздерге айттым ғой алдыңғы видеода, таңда тұрып жүрмін деп, таңда тұрып, жаяу жүріп, өз ойларыммен, өзім қалып, жеке солай жүрмін деп. Вот соның нәтижесі Алла тағала менің ойыма, менде осы ютубымда Аяжан деген қыз бар, подкасттарын тыңдаймын мен тек қана. Ол өзінің бір видеосында былай айтқанда, мен подругамның тойына деді ма, есімде жоқ, туған күніме деді ма, бір бокс шығардым деді. И ол сол боксты жасап жатқанымда видеоға түсіріп тиктокқа салдым. И ол рекке шығып кеткен. И сөйтіп көп сұраныстарға ие болып, мен алайыншы, қай жерде сатасыз ба деген сияқты көп жаңағы сұрақтар келгеннен кейін, неге мен сатпасқа соны деп мен кішігірім бизнес бастадым деген нәрсесі менің ойыма тып ете қалды да. Мен де сондай нәрсемен айналысып көрсем қалай, осыдан бір где-то бір 7-8 күн бұрын бір аптаның ішінде мен өзімнің ойыма түскен нәрсені сразу жазып алдым блокнотыма. Мен жазуға ерінетінмін ше, шынымды айтсам, бірақ сол жерде отырдым да, давайте бұны ойлап қана қоймай, жүзеге асырайын дедім да, тез блокнотыма жазып алдым. Сөйтіп блокнотыма жазып алдым да, и соған әрекет істедім. И вуаля, қараңыздар. Осындай жұмсақ материалда армандар картасын жасадым. Ортасына әркім сатып алған жанның өзінің фотосы тұрады. Ал мына жақта ешқандай қиналмай әркім өзінің фотоларын жапсыра береді. Фотоколлаждар жасап шығардым. Фотоколлаждар. Қазір сіздерге фотоколлаждарын көрсететін боламын. Міне қараңыздар. Армандар орындалады деген ортасында жазу бар. Негізі шынымен армандап, сол арманға нақты қадам басып, мақсат, сол арманды нақтылап мақсатқа айналдырсақ, мен осыған жетемін, мен қолымнан келеді деп соған айналдыратын болсақ, біз соған жетеді екенбіз. Менің көзім жетті соған. Маған дәл боксты армандадым. Бір аптаның ішінде мен соны сразу іске жоспар құрып, мақсатқа айналдырып, жоспар құрып, жасап тастадым. Бір көп те уақыт кеткен жоқ, достар, сенесіздер ме? Мен қатты қуанып тұрмын. Енді менің өзімнің жеке бизнесім болады. Армандар картасын, и оны мен қазақша стильде жасап шығардым ғой, орысша емес. 2025-дің жартысы өтіп кетсе де, армандаңыздар. 2026-ға да армансыз адам қанатсыз құспен тең деген рас нәрсе ғой негізі ше. Осындай әдемі коллаждар, арнайы осындай самоклейка парақ бар ғой, самоклейка парақтарға басып шығардым. Қалаған адам өзінің қалаған нәрсесін шығара беретін болады. Кімнің арманы не? Мысалға, мен жерде мен осындай французский қымбат, иісі керемет духи алғым келеді, оригиналын. Алмаған ол қазірше арман болып тұр. Бұйыртса онда көреміз. Мен армандар картасын енді қазір продажа аштым мен өзімнің инстаграм және тикток парақшамда. 10 бокс шығардым. 10 бокстың 5-еуі уже өтіп кетті, қыздар. Енді 5-еуіне мен алам деген адамдар көп, бірақ әлі олар оплата жасаған жоқ. Толық оплата жасаған 5 адам. Мен Дайсон алғым келеді, шынымен алғым келеді. Мен хоть орамалда болсам да, мен сол Дайсон мен өзімнің шашымды кептіріп, укладка жасап, солай жасағым келеді мен өзімнің қалауымда. Енді ол и өзіме MacBook алғым келеді. Мен бұрын ондай MacBookқа қызықпайтын едім. Ал қазір мен қызығам, осы YouTube'ты қолға алғалы бері маған оказывается MacBook керек екен. Ноутбук та болады, бірақ мен MacBook алғым келеді. Одан кейін менде iPhone телефон бар, 15 Pro бар. Одан кейін осындай көп ақша қалтамда, осындай сейфімде, болмаса менің үйімде сейф бар.
сол сейфімде осындай ақшалардың қаланып тұрғанын мен қалаймын. И бұл әрі визуализация. Қараңыздаршы, армандар картасы ол әшейін бір нәрсе емес, ол әшейін бір қағаз емес. Оны әдемілеп ашқан кезде, оны жапсырған кезде, фотоларды қиған кезде, армандап, дәл мына духиді қиып жатсың ба, духиді қиып жатқан кезде армандайсың да, дәл осы духиді аламын мен, алып жатырмын деген сияқты. Кішкене өзіңнің арманыңмен қоса қиялыңды қоса деген сияқты. Осындай коллаждар бар, дайын коллаждар. Қараңыздар, сосын осындай әдемі Мерседес, кім қалай армандайды, сол фотоларды жапсырады ғой. Короче, қараңыздаршы, мен мысалға өзімнің комплекс ретінде өзімнің фигурамды, толықтығымды, мен кішкене томпақпын да, сол менің үлкен, өте үлкен менің комплексім. Сол комплексім үшін мен осындай заттарды шығардым. Өйткені қазіргі таңда ол актуалды тақырып болғандықтан фигура деген нәрсені қосып қойдым ішіне. И шетелге шығу деген сияқты, Парижге саяхаттау, бақытты отбасын құру, ішінде барлығы бар, кітап оқу деген сияқты қылып, рухани даму, осы армандар картасының барлығында бар, осылардың барлығы бар. Сосын тағы да біраз коллаждар бар. Тек қана осы армандар картасын ғана жасап шығарған жоқпын. Армандайсың да сен. Мен қазір ешқандай дайындықсыз шығып тұрмын дәл осы видеоға. Өзімнің ішкі сезімдеріммен сіздермен бөліскім келіп тұр. Шынымды айтсам ше, қатты қуанып тұрмын. И осындай тек қана армандар картасын ғана жасап шығарған жоқпын. Соған жететін жолдың нұсқау, арманыңа жету үшін мақсат қоясың, ал сол мақсаттарға жету үшін бізге не керек? Міне бірінші очередь бізге не керек? Бірінші кезекте бізге не керек? Ақша керек. Сол үшін мысалға өткен видеода мен өзім қаржылық сауатсыз екенімді айттым. Соған байланысты неге шығармасқа деген ой келді. Армандар картасына бірінші очередь армандап, сол арманға мақсатқа айналдырып жүзеге асыру үшін бірінші кезекте не керек? Бірінші кезекте әрине бізге ақша керек. Сол үшін мен қазіргі таңдағы хит копилканы жасап шығардым, қыздар. Дәл осы бокстың ішінде сол копилкалар бар. Осындай әдемі копилка, осындай копилкаларды мен жасап шығардым, міне қараңыздар. Ішінде 200.000 теңгелік самоклейка, жаңағы бокстың сыртына, коробканың сыртына мынаның наклейкасын ашып жапсыра салады. Міне 200.000 теңге бар ішінде, 500.000 теңге бар. Кім қанша сумма жинақсы келеді, соның бәрін салып қойдым. 100.000 теңге бар, 200.000 теңге, 300.000 теңге, 500.000 теңге, міне қараңыздар, 300.000 теңгелік бар. Қазір тағы да көрсетемін. И 1 миллиондық бар. Міне 100.000 теңгелік и 1 миллиондық бар, міне қараңыздар. Коробканың сыртына өздеріңіздің цельдарыңызды жазып қоясыздар. 300.000 теңге ма, 300.000 теңге сіз не алғыңыз келеді? Күнін жазып қоясыздар и жазып қоясыздар былай. Мен осы ақшаны Алла қаласа, иншаллах, өзіме не алғыңыз келеді сол 300.000 теңгеге, не мақсатпен жинап жатсыз, вот соны біліп алу керек. Сөйтіп барып, копилканы солай бастап қана арнай аласыз. Атак, ой, бірдеңеге жаратам ғой деген сияқты қылып, ақша сала берем деген сияқты қылып, копилканы арнасаңыздар, ол кезде сіз оны дәл сол қалаған суммаға толтыра алмай қалуыңыз мүмкін. Потому что ол менің басымнан өткен, сол үшін мен білем оны. Сол копилканы, қараңыздар, сол копилканы сіздер мақсат қойып бастаңыздар деп жатырмын. 300.000 теңгеге қандай не алғың келеді? Мысалы, мен 300.000 теңгені бастадым деп өткен неде шықтым ғой, мен оған ақшалар жинап жатырмын, салып жатырмын. Сол салған кезде мен сіздермен бөлісемін, бірге ашамыз. Дәл осы камераның алдында, дәл осы YouTube каналына салатын боламын. Мен ол копилканы неге арнадым? Мен ол копилканы шынымды айтсам обучение алғым келеді, білім алғым келеді. Ол қандай білім? Мен осы YouTube'ты полный жаттап алғым келеді. YouTube мен өзім официально бүгін Инстаграмда өзімді YouTube эксперт деп жарияладым. YouTube курстан курс алып тастаған адамын, оқып тастаған адамын, бірақ қараңыздар, осы 300.000 теңгеге мен бір жаннан YouTube наставничество алғым келіп жатыр. Сол үшін мен осы 300.000 теңгені жинап жатырмын.
сіздер де дәл осы менің видеомды көріп, сіздер де осы армандар картасын жасағыларыңыз келсе, копилка арнағыларыңыз келсе, менің биодағы сілтемеде менің Инстаграм, TikTok парақшам бар. Сол екеуіне кіріп жазылып алсаңыздар болады. Инстаграмға кіріп, маған дайректке армандар картасы деп жазсаңыздар, мен сіздерге жеткізіп беремін. Бізде бұның бағасын мен көпке қойған жоқпын. Маған бір көп ақша табайын, пайда табайын емес, мен өзімнің хоббиім ретінде алып жүргім келіп жатыр. Әрі көреміз енді. Бұйырғаны Алла біледі ғой бәрін. Алла білуші, көреміз. Алға қойған мақсаттарымызға Алланың қалауымен жете берейік. Сол осы видео бүгінге тамам болсын. Менімен бірге болыңыздар, подписация етіңіздер, видеоларыма лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Егер де менің видеом сізге бір шабыт берген болса, бөлісе кетіңіздер комментарийға. Мен қуанатын едім, сіздерге міндетті түрде жауап қайтарамын. Сау бол.